Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Біз бүгін құрамына жұмыртқа мен сүт қосылмайтын, небәрі 30 минутта дайын болатын ең оңай пирог дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін өткізбей қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші 220 грамм електен өткізілген ұнымызға 200 грамм қантымызды қосып, толық араластырып аламыз. Онымен қантты толық араластырғаннан кейін сапалы 30 грамм какао мен 8 грамм разрыхительді үстінен қосамыз. Үстінен 3 грамм дәміне қарай тұз саламыз. Барлық құрғақ заттарды араластырып алғаннан кейін үстінен 80 грамм сұйық май құямыз. Ең соңынан 250 грамм жылы суымызды 2 бөліп құйып, толықтай түйіршік қалмайтындай араластырамыз. Міне бізде осындай бір келкі масса шығуы қажет. Пирогқа арналған осындай формамыздың жан-жағы майлап, түбіне пергамент қағазын төсейміз. Әртүрлі пирог торт пісірген кезде осы поклан немесе талгон пергамент қағаздарын пайдаланыңыздар. Сапасы өте жақсы, түбіне жабыстырмайды. Дайын формамызға салмамызды салып, 180 градуста 30-35 минутта пешімізде пісіріп аламыз. 30 минут өткеннен кейін пирогымызды пештен шығарып, толық піскенін тіс шұқығыштың көмегімен білсек болады. Ағашымыз құрғақ, ештеңке жабыспайтын болса, пісті деген сөз. Міне біздің жұмыртқасыз, сүтсіз ең оңай пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.